тақырыпқа берілген тақырып бұл шарт белгілердің жіктелуі және пайдалану жолдары. Мақсаты географиялық карталардағы шарт белгілерді оқи отырып, оқушылардың білім, білік және дағдыларын жетілдіру. Шарт белгілер табиғат пен адамның шаруашылық қызметінің нысандарын картада шартты белгілердің көмегімен көрсетеді. Біз шарт белгі арқылы карталарды, пландарды оқи аламыз. Енді бізге берілген шарт белгілердің біз 10 түрін сіздерге көрсеткелі отырмыз. Сандық, сызықтық, нүктелік, әріптік, суреттік, аудандық, қатқабат бояу, картограмма, картодиаграмма, локацияланған диаграмма деп осындай біз 10 түр алып отырмыз. Енді ең бірінші біз сандық шарт белгілерге келетін болсақ, біз сандық шарт белгілерде физикалық картаны қарайтын болсақ, немесе топографиялық картаны қарайтын болсақ, ол жерде санмен берілген мәліметтер болады. Мысалы біз таулардың биіктігін, мысалы Килиманджароның биіктігін көретін болсақ, онда 5895 метр деп жазылып тұрады. Егер ол жерде теңіз деңгейінен төмен жататын болса, алдына минус деген таңба беріледі. Мысалы Астар көлін көрсететін болсақ, ол жерде минус 157 метр деген санды көреміз. Яғни біз санға сандық деректерді көре отырып, ол жердегі таулардың биіктігін, немесе теңіз деңгейінен қанша метр төмен жатқанын, сосын теңіздердің ортасында да сандық мәліметтер беріледі. Судың тереңдіктері беріледі. Сосын нүктелік, сол тұра берсін. Келесі бізде нүктелік. Нүктелік дегеніміз ол физикалық картаны қарайтын болсақ, мұнда көптеген пайдалы қазбалардың шартты белгісін көруге болады. Олардың барлығын біз нүктелік шартты белгілер деп атаймыз. Сосын топографиялық карталарда құдық тұрады. Оны да нүктелік шарт белгілерге жатқызамыз. Сосын сызықтық. Жаңағы Мәдина апай айтып кеткендей, жалпы шартты белгілер 10-дан бөлінетін, біз топта 5-еу болғандықтан оны 2-2-ден бөліп алдық. Соның ішінде маған түскені сызықтық. Карталардың бетін қарайтын болсақ, сызықтармен берілетін жерлер болады. Мысалға, өзендер, жолдар, мысалға. Сонымен бірге мынандай шартты белгілер қолданылады. Жолдар, жаяу жүргіншінің жолы, немесе желісінің линиялары, темір жол, өзен, сосын жыралар. Сонымен бірге мен мына картадан нені көрсеткім келіп тұр. Мысалға, оңтүстік Американың шаруашылық картасы. Осы жерде, мына жерде қызыл түспен темір жолдарды, қара түспен көлік жолдарын және барлық карталарда да сулар көк түспен беріледі. Мысалы, өзендер жіңішке көк түспен беріледі. Бұл сызықтықта ескеретін жайт, бұл жерде берілген мәліметтің барлығын ені анықталмайды, бірақ ұзындығы көрсетіледі. Енді маған екінші түскен шартты белгі бұл картограмма. Біздер мектептің программасын өткенде осы картограммаға көп тоқталмаймыз. Көбіне сызықты атаулы сондай шартты белгілерді өткенімізде картограммаға көп тоқталмаймыз. Жалпы картограмма оқулықтың ішінде картограмма неше түрлісі кездеседі. Соның ішінде 10 мен 11 деді. Картограмма деген жалпы әкімшілік аумақтың немесе белгілі бір объектінің жеке аудандарында қандай да бір көрсеткіштің қарқындылығын түспен немесе штрихпен береді екен. Мысалға, және картограмма өзі екіге бөлінеді екен, фондық және нүктелік деп. Бұл фондық дегенде осы түс алынады және штрихтар алынады. Және бұл жерде ескеретін жай, түсті алған кезде сен белгілейін деп отқан нысаныңды мысалға әр түспен, мысалға светофордың түсі ұқсатып, қызыл, жасыл немесе сарымен алуға болмайды. Бір түсті, мысалға бір қызылды алатын болсаң, сол ашық қызыл, қою қызыл мысалға, сол қызылдың аясынан шығып кетпеу керек. Ал мына мысалға алынған картада мына жерде Қазақстанның
қала халқы мен ауыл халқының үлесін көрсеткен бұл жерде күлгін, яғни фиолетовый түс неғұрлым қою болса, бұл жерде қала халқы басым дегенді білдіреді. Ал манағы күлгін түс әлсірей берсе, бұл жерде қала халқы аз, керісінше ауыл халқы басым дегенді білдіреді мына жерде. Сол сияқты басқа да карталарда солай беріле береді. Енді бұл фондық, енді екіншісі бұл нүктелік. Бұл жерде өзі аты айтып тұрғандай, бұл жердегі графикалық белгі ретінде нүктені аламыз. Мысалы, мына жерде егістік жерлердегі бидай мен жүгерінің несін алған. Бұл жерде таралу аймағы. Бұл жерде 1,500 гектар білдіреді, сәйкес келеді. Сонда бұл жерден біз мына нүктелерді санау арқылы қанша гектар жерде бидай, қанша гектар жерде жүгерінің өсіріліп жатқандығын байқауымызға болады. Мәдина, келесі геолокация. Геолокация бұл